Sizlerle birlikte men bugün TukuKZ. Bugün biz Minecraft'tan portal aшу тәсілдерін көрсететін боламыз. Портал аша алмай жүргендерге қолайлы тәсіл. Видеомды көріп, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Құрытпай, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Бүгін біз әртүрлі нәрсе істеп көрсететін боламыз. Тамашалап, үзбей көріп отырыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз портал ашуды бастаймыз. Портал әртүрлі ашыла береді. Үлкен кітей қамардымайды. Барлық тәсілдерді қолдануға болады. Жазыңқа үлкен тіктөртбұрыш қисайтып болады. Мынандай порталда болады. Не? Көріп отырсыздар? Мынау өзіміздің баяғы портал. Деп ойлаймын. Бұдан үлкен порталда да ашуға болады. Мысалы, бір жағын 10, бір жағын 9 бен ашса болады. Оннан да биік ашуға болады. Мынау Ender Dragon порталы болады. Көздерді сызығына тағылтып дұрыстап қою керек. Забыл деп айланып тұрып қоймасаңыздар, көз танымай қалса, портал ашылмай қалады. Көріп бұл Ender Dragon'ның порталы. Бізде порталдар ашу осымен тәмам. Мен сіздерге қазір әртүрлі қызықты нелер көрсететін боламын. Көріп тұрсыздар? Бұл әрине мықты нәрсе. Херовин үшін керек. Әртүрлі блок қойсаңыздар да болады. Астына железалы блок, әртүрлі блок қамардымайды. Бұндайлар танбайды. Алтын, железа, изумруд, күміс, сондайларға ғана тамады. Әлі енді мен сіздерге жаңадан зат көрсететін боламын. Бұл нәрселер әрқашанда керекті болады. Қазір мен сіздерге жаңадан нәрсе көрсететін боламын. Қайты дейіз.
қазір бұны қызығын көретін боласыздар. Бізге рычаг керек. Әртүрлі оқ атады. Әрине, қай Майнкрафтта сізге жасап көргендеріңізге болады. Сол, менің бүгінгі көрсеткен нәрселерім осы болады. Менің видеоларым ұнаса, лайк басып, коммент қалдырып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.